Ресей мен Украина арасындағы соғыс бүгінгі заманның ең ұзақ әрі ауыр қақтығыстарының бірі болып отыр. Бұл соғыс тек екі мемлекеттің арасындағы емес, бүкіл әлемдік тәртіпке әсер еткен үлкен геосаяси шайқасқа айналды. Кім жеңеді, кім басым түсіп тұр, кім көп шығынға ұшырады деген сұрақтар бүгінде бәрінің көкейінде тұр. Қазір майдан шебі негізінен өзгеріссіз, Ресей баяу болса да өз бақылауындағы аймақтарды ұстап отыр. Украина сыртқы көмектің арқасында қорғанысты жалғастырып келеді. Яғни нақты жеңімпаз жоқ. Ресейдің техника мен өндіріс күші басым болса, Украинаның рухы мен халықаралық қолдауы күшті. Соғыс екі жақтың да мүмкіндігін шегіне дейін сынауда. Зиян жағынан Украина көп зардап шекті. Қалалар мен зауыттар қирады, энергетикалық жүйе бұзылды, миллиондаған адам өз елін тастап кетті. Бейбіт тұрғындардың шығыны өте жоғары. Ресей де аз зардап шеккен жоқ. Ондаған мың сарбаз қаза тапты, экономикаға салынған санкциялар ауыр соққы болды. Бірақ Ресейдің ресурсы көп. Сондықтан соғысты ұзаққа созуға шамасы бар. Кім көпке шыдайды деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Ресейдің өндірісі мен қоры көп. Демек, ол ұзақ соғыста төтеп бере алады. Бірақ санкциялар мен халықаралық қысым Ресейдің ішкі тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Украина болса, сыртқы көмекке сүйеніп отыр. ақш пен Еуропа көмек беріп тұрған кезде Украина да төтеп бере алады. Алайда көмектің азаюы оның жағдайын әлсіретеді. Ақша жағынан екі жақ та орасан шығынға батты. Ресей күніне $100 миллион жұмсап жатыр. Украинаға да миллиардтаған көмек беріліп жатыр. Қираған қалаларды қалпына келтіруге $100 миллиард қажет. Бұл соғыс Еуропа экономикасына да әсер етті. Мұнай мен газ бағасы өсті, азық-түлік қымбаттады, әлемдік нарық шайқалды. Соғыс қалай аяқталуы мүмкін? Бір нұсқа екі жақ келісімге келіп, уақытша бітім жасайды. Екінші нұсқа соғыс ұзаққа созылып, ешкім жеңіске жетпей жылдар бойы жалғасуы мүмкін. Үшінші нұсқа бір жақтың ресурсы таусылып, экономикалық қысымнан шегінуге мәжбүр болады. Қай бағыт болатынын болжау қиын. Себебі соғыс енді саясаттың емес, төзім мен ресурстың жарысына айналды. Қорытындысында бұл соғыста шын жеңімпаз болмайды. Ресей де, Украина да көп нәрседен айырылды. Миллиондаған адамның тағдыры өзгерді. Тарих бұл соғысты ауыр сабақ ретінде еске алады. Жеңіс емес, бейбітшілік қана нағыз мақсат болуы тиіс. Осындай видеолар ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып қолдап, комментарий қалдырып бөлісіп таратып тастаңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге жаңа видеолар түсіруге шабыт береді.